Достар, флот басталмай жатыр. Мен сіздерге осы DJ Mix арнасына тіркелуді сұраймын. Бұл канал өте қызықты видеоларды түсіретін болады. Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бірге мен Шұғыламиды және бүгін бізде влог болады. Бүгін менің әкемнің туған күні болады. Егерде бүгінгі влог сіздерді қызықтырса, влогымызды бастайық. Біз қазір магазинге қарай ертеңгі әкемнің туған күніне заттар алуға бара жатырмыз. Biz торт қарап жатырмыз, қайсысын аларымызды білмей тұрмыз. Twix деген шоколад алған болатынмын. Енді қазір мен осыны жейтін боламын. Кола ішіп отырмын. Достар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Егер тұрып жатсаңыздар, мен жаңа ғана тұрдым және шумып шайынып алдым. Енді мен қазір өзімнің таңғы асымды ішетін боламын. Мен таңғы асыма осындай хлоппи. Егер де сіздер де таңғы астарыңызды ішіп отырсаңыздар, барлықтарыңызға асымдар. Мен қазір вафли жеп отырмын, себебі қазір мен тәтем осындай вафлилерді және басқа тағам түрлерін пісіріп жатыр. Біздер біз жаңа ғана осындай донерге әсе жаңа осындай вафлилер пісіріп қойды. Және мясной салат пісіріп қойған. Біз шамалдан кейін кешке тойлап папаның туған күнін атап өтетін боламыз. Бізде қазір сабақ басталады. Мінекей бұл менің сабақтарым. Ал сіздер мынау не деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл менің өзімнің қолдан жасаған альбомым болады. Шай ішіп отырмын шоколадпен. Бұл негізі Қазақстан шоколад. Негізі бүгін тәтем трайфлға алған болатын, бірақ та біз қазір оны жеп қойып жатырмыз. Енді шамалдан кейін сабағымды оқып тастаймын. Бүгін бізге ТШ бар. Сіздер, мама жаңа ғана осындай әкешім 40 жас деген торт әкелді. Енді біз шамалдан кейін осымен шай жейтін боламыз. Достар, мен әрен дегенде ТШ-ны біттім. Қиын бұл ТШ шынымды айтсам. Қолым талып кетті ғой. Енді отырмын. Сіздерге де ТШ алып жатырма, комментарияға жазып кетіңіздер. Достар, мен қазір донер жеп отырмын. Бағана қалған. Бағана мен төгіп кеткен болатын, сондықтан да жалғысын жартысын қылдырған болатын. Енді мен қазір осыны жеп отырмын. Бүгінгі туған күнімнен алған тортымызды. Біз қазір осыны шешетін боламыз. Бақтарына сәлем достар, мен жаңа ғана тұрдым. Және де бүгін бізде сағат 8:45 кетті. Және де біз қазір өзіміздің таңғы асымызды ішеміз. Мінекей біз таңғы асқа осындай торт жейміз. Кешегі туған күннен қалған және де мясной салат. Егер де сіздер де тамақтанып отырсаңыздар, астарыңыз дәмді. Қазір шырын ішіп отырмын. Біз жаңа ғана магазинге барып осындай продукт алып келдік. Көрсетіп шығайын, осындай шай әкелді, тұз, осындай хлопья деген каша, осындай достар сырдың және де зеленый луктың, және сметаның осындай 2 чипсы әкелді, сосын осындай 2 дрожь, сүт, макарон, алма, печенье, кәмпит, тағы да тұз, және де осындай белизін алды. Сосын осындай сгущенка, осындай атығандай еді мәнен сосиска алды.
Қыздар, біз жаңа пісадық, бір чипсиді. Енді соңғы чипси қалды. Зараз менің влогым тәмамдалып қалды. Егерде сіздерге бүгінгі влогым ұнаса лайк басып, және арнама тіркеле кетіңіздер. Келесі қызықты влогтарда, видеоларда кездескенше сау болыңыздар.